Міне бірнеше күндерден кейін, санап айтсақ, 6 күннен кейін иншалла әлем мұсылмандары асыға күткен шынайы ықыласпенен тани алатын, ықыласпенен бұл айдың әрбір күнін бағалай білетін мұсылман жұртшылығы қадірлеген, қастерлеген ұлық айға 6 күн ғана уақыт қалды. Міне бұл біз үшін мейірімділік, бұл біз үшін сүйіспеншілік, біз үшін күнәларымыздың кешірілуі, біз үшін Аллаға жақын болуымыз, біз үшін барынша осы айда сауаптарымыздың еселенуі, біз үшін бұл айда үлкен жетістіктерге жетуіміз, бұл үшін 11 ай бойы біздерді азғырған шайтан алейхи-ланадан құтылуымыз, біз үшін иншалла жәннатқа жақын болуымызға, дозақтан алшақтауға мүмкіндік беретін ұлық ай, құрметті жамағат. Рамазан айымыз иншалла баршамызға өзінің бар ізгі жақсылығын, берекетін, шарапатын, өзінің бар молшылығын, ізгілігін біздерге Аллахым нәсіп етсін дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадис Салман Фарсиден жеткен хадис. Шабан айының соңғы күні Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына мына бір хадисті айтқан еді. Уа адамдар, уа сахабаларым, сендерге ұлық берекелі ай келіп жетті. Бұл айда 1000 айдан артық қады түні бар. Алла осы айда ораза тұтуды парыз етті, ал түндерінде намаз оқуды ерікті қылды. Осы айда Аллаға бір ізгі қасиетпен жақындаған жан басқа уақытта парыз орындағандай, ал осы айда парыз амалын орындаған адам басқа уақытта 70 парыз орындағандай болады. Бұл ай сабырлық айы, ал сабырдың сыйы жәннат. Өзара жанашырлық айы, бұл айда мүміннің ырзық несібесі еселенеді. Кімдегі осы айда ораза тұтқан бір жанға ауыз ашар жасаса, оның күнәсі кешіріліп, тозақтан азат етіледі. Ораза тұтушының сауабынан да еш нәрсе кемітілмейді. Осы тұста сахабалар, уа Алланың елшісі, ауызашар жасауға бәріміздің мүмкіндігіміз бола бермейді ғой дегенде, Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза ұстаған кісінің аузын тіпті бір түйір құрмамен, не бір жұтым сумен, немесе сүтпен аштырған жанға да сондай сауап жазылады. Бұл айдың басы рахым, ортасы кешірім, ал соңы тозақтан құтылу кезеңі. Кімдегі осы айда құлына, қызметшісіне жеңілдік жасаса, Алла оның күнәсін кешіріп, тозақтан азат етеді. Бұл айда 4 түрлі қасиетті көбейтіңдер. Оның екеуі Раббыларыңды разы ететін қасиеттер, шахадатты, яғни калиманы, және де истиғфарды көп айтыңдар десе, енді екеуі өздеріңе аса қажетті қасиет Раббыларыңнан жұмақты сұраңдарда тозақтан азат етуін тілеңдер. Кімдегі ораза тұтқан жанға аузашарды, сусынды берсе, Алла оны қиямет күні менің хаузымнен сусындандырады. Ал ол қашан жұмаққа кіргенше еш шөлдемейтін адамзаттардан болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Шабан айының соңғы күндерінде осы хадисті айтқан болатын. Міне дәл сол сәт бүгінде біздер сол сәттің уақытында, сол сәттің кезеңінде отырмыз, құрметті жамағат. Осы айтылған пайғамбарымыздың өсиеті шын мәнінде біздерді иншалла Рамазанға деген үлкен дайындықпенен Рамазанның әрбір күніне бағалауымызға осы хадис пайғамбарымыздың өсиеті біздер үшін үлкен ғибрат болады деп сенемін. Хадисі құдсиде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына бір сөзді айтқан еді. Күллу амали ибн Адам юдаф, ал-хасанату би-ашри амсалиха иля 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي الصائم
للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه لا خلف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Yani бұл хадиси құдусиде айтады, әрбір адам баласының амалы ол еселенеді. 10 еседен 700 есеге дейін еселенеді. Тек қана Алла субхану ва тағала айтады, тек ораза ғана емес дейді. Тек ораза ғана емес, оның есесін мен өзім ғана беремін. Ас-сауму ли ва ана аджибихи, яғни оразаның әрбір күніне ұстаған сауапты басқа амалдар 10-нан 700 есеге дейін десе, оразаның сауабын не дейді? Алла субхану ва тағала ол мен үшін, оның есесі маған қалдырыңдар деп Алла тағала айтады. Өйткені ол өзінің нәпсі қалауын, шахуатын тыйып, өзін күні бойы жеп ішуден сақтайды. Яғни жеп ішуден өзінің нәпсін сақтайды. Сондықтан мен оның сауабын өзім беремін. Және ораза ұстаған кісіге Алла субхану ва тағала екі сүйінші хабарды беріп отыр. Екі қуаныш бар дейді. Оның бірі ауыз ашқан сәтте болса, екіншісі қияметте Алла субхану ва тағаланың құзырында Алла менен жолыққан кезде. Әрі сол ораза ұстаған кісінің аузынан шыққан иіс Алла субхану ва тағаланың алдында ол міскден де, хош иістен де әлде қайда артық деп хадис құдусиде пайғамбарымыз біздерге осыны баяндайды. Осы хадиси құдусиді мен жалпы кеңірек түсіндіруді дұрыс көріп отырмын. Осы хадиси құдусиде жаңа айтқанымыздай, жалпы барлық амалдар 10-нан 700 есеге дейін тек ораза деуінде не хикмет жатыр? Яғни осыны ғалымдарымыз, мәселен, біз түсінуіміз мүмкін, онда біздің оқыған намаздарымызды, айтқан тәсбих зікірлерімізді, басқа жасаған әрбір салихалы істерімізді, намаздан бастап барлық салихалы істеріміздің сауабын Алла бермей ме сонда? Біз оны кім үшін жасап жатырмыз? Ораза тек Алла үшін басқа болса, басқа ғибадаттар кім үшін деген сияқты ой келуі мүмкін. Ал енді ғалымдарымыз осы хадиси құдусиге мынандай төмендегі жайттерге тоқталып түсінік береді. Біріншісі дейді, Алла тағаланың ораза қатысты ол мен үшін деуі дейді. Ораза бұл риясыз құлшылық деген мағынаны білдіреді екен. Яғни ораза бұл риясыз құлшылық. Ораза ұстаған адамның оның оразасы әрекетпенен, мысалы намаз сияқты, басқа да құлшылықтар сияқты әрекетпенен ол байқала бермейді. Тек ораза ықылас ниетіменен ораза ұстағандығын бір Алла біледі. Сол үшін Алла тағала не деп жатыр? Ол мен үшін деп жатыр. Әрі ойлаңыздар, бүгінгі күнде шіліңгір шілденің аптап ыстығында, бүкіл оразаның барлық күні жаз айларында, өткен жылдағыдай биыл да сол шілденің ішінде өтеді. Оразаның басым көпшілік күндер. Ал сол күнде біреу білу үшін, көру үшін ораза ұстаймын деген кісілер ұзаққа бармайды. Солай ма? Бұл тек қана осы жаз айларындағы күннің ең ұзақ күндеріндегі ыстығы, күннің ұзақтығына қарамастан Алланың ризалығы үшін ұстау, ол әрине риясыз құлшылық. Бұл дінсіз адамның, жүрегінде иманы жоқ адамның еш бірінің қолынан келетін, жасай алатын амал емес. Сондықтан ораза бұл риясыз құлшылық. Ораза бұл риясыз құлшылық. Ал дінсіз адам бұл оразаны ұстай алмайды еш уақытта. Мына сол үшін де Алла субхану ва тағала, яғни оразаға осын жаңағы оның сауабы менен деуде мағынасы осында деп ғалымдарымыз осылай мағына берген.